Анжиян Қашқар арасы, адырынан көрінбейт, мұнала қандай таласы, толорың арвын жері тик, тоқтолучу жері жоқ, ал өкі жатыр чоң дұшман, арыстан манас батырдың, ал жерге жатар еби жоқ, 8 ай жатып тыншылық, сергітіп жұртын тынш қылып, Анжиян менен Қашқардың арасында жайланып, арқы берке жүргінші, анын айбатына байланып, ең айбаты жетіп далайға, айлы барып 6 айға, 8 айға қарқ толып, емі манас батырдың серіпше тұрған чақ болып, 32 жашында, ойондору қашында, себілдісі 84, мұның серп жалған жағы қызылдерт, қапчығайдың жол менен, 80 мың аскер қол менен, бабасы Жақып зор менен, аршыштан ашып бел менен, айбат уғату ер менен, аш жүргіз қиын жер менен, Анжиян жақы бетіне. О, алокен елінің, ошанның аралала кірді четіне. Шобай Жақып көчін қондырып, садақтың оғын жондырып, 30 адыр ойына, бөксі жолдың бойына, қараптыр малдың жайына, айдап жылқы суғартып, қара құлжа сайына, айыл қоны үй тегіп, аршайманын бүтіріп, адамының барысы, ал өкің екен о дұшман деп, азырланып бүтініп, алар минтіп алыптыр. 60 жігіт қош жалып мана суға барыптыр. Қарлы биік то менен, көз ұшқан биік зо менен, ташы биік асқадан, тамашасын баштаған, қашындақы көймерген, айтқанын аргез жазбаған, толы тоқой жері бар. Умунун жол бір силбір шері бар, ар тарабын чуғылып, арстаның жүрді уғылып, оғыруштан атып бұрғысын, бұлардың көргін жұмышын, құрбудан атып құлжасын, қуандырып құрдашын, ешкі теке киігін, егіздеп бейігін, адырдан арқар үркітіп, аяқ қолын сындырып, артынан қуып мүргітіп, қиқырып шығып бейке. Қызығышып кейке тоғы кетіп барысы. 9 күн тоқтып қалышты, ақкелтің атып түздешіп, адырдан арқар издешіп, мылтықтан түтін бұратып, бұғыдан атып сұлатып, ой жол ешті мұнысын, алардың көргін жұмышын, тамашаға батышып, талаға түніп жатышып, таңдашып кейік атышып, ерліге мейін еткені, ерегішкен алакө, есен аман жетқанда, елі байуға кеткені, батырлығы мейін еткені. Ошо басташқан жосын отырғанда, байқабай уға кеткені, қырандар шығып бейке, қызығы алып кейке, 9 күн тоғы қалыптыр, алар тоды жүргенді, толқыған аскер барыптыр. Аларды таштап салыңар, ал өкі деген қаны бар, емің андан қабар алыңар. 5000 аскер алып тұр, беленденіп қалып тұр, тура жағы қоқынды, о жұртын таман қотырды, аяқ жағы марғалаң, асты ойбой қол жиып, атқа тоқтыр қалбаған, қышта 45 болып тұр, қылымға саны толып тұр. Чоңан жиян сузағы чоғылқан екен ошоны. Көргенге соның ұшы бар, көгар суының бойы ұшар, үйдің үсті үй болған, үйге жері қарқ толған, тан үстіне там толған, таласында чоло жоқ, даңғыт маңғыл қарқ толған, 500 000 толық аскери, пер ұрған Қытай өзели, қайнап жатыр қалмағы, қату дұшпан келді деп. Мінтіп қалқынаға бар салғаны. Ошондоң андағың аты анда кең, анда киши қалбаптыр, атасы қырғыз көбелден, маңғыл менен қалмағы, тұрғот менен даңғыты, тыйпыл барын алғаны, қыпчақ менен тейітті, қырғызыңа кеткін деп, қыбылаға сүріп кейітті, оқчы менен думара, орын бербей бұларға, мойғыт менен дөлісті, ола жүр деп жөлітті, Алтайға кеткен қиласың алдаға жеті қилашы. Қатағандан ағалыптыр, қайнаған қалмақ қалықтыр, қырғызыңа кеткін деп, қатардан сүріп салыптыр, қарқалтын туын көтеріп, қанал өкі аштады, 500 000 аскері қол жиып, менетіне минтиіп баштады.
Ошо кезде карасаң арага киши салганы, кокурдук кылып элиме, комбосун деп жериме, болбос иш кылбай элиме, эсен кандан качкандыр, эси чыгып шашкандыр, какангандан качкандыр, оогар дүйнөсүн чачкандыр, каражан алып качкандыр, каалайт экен кай жерди, өткөрөйүн жол менен, өзүм баштап кол менен, сураксыз келип конгондой, олуп кайдан демиң бар. Азыр барсаң жообун, азыр берсин жообуну, оң алайын арбын сообуну. Качканын айтсын жашырбай, ачып берген жолуну, жайлашып жолго салайын, жакшылык кылып калайын, жайын айтсын чын сырын, жан жолдош кылып алайын. Бу жерге бекер келген жок, азып жүрүп көчүп жүрүптүр, 6 айдан арбын о элден жок. Тууганынан айрылып турарына жер таппай, туу ташкыр кыз кайгырып, жакшылык көргөн эли жок, жалгыз ат тоёр жери жок. Карайлаган бу чанту, Кашкарда турчу эби жок. Кашкарда турду бир жылы, мындай чантуга, мурунтудан сынбаган, мурутумдун бир кылы. Арманда болуп өлбөсүн, алып бирип жөнөсүн. Атанга жүгүндөн кайтып, эң айлын не үчүн кондурат, анжиянга эңкейтип, эсен кандан качпаса, эси чыгып шашпаса, жыргалдуучу бир жака, жылдыздын ашып качабы, арзан жоосу мен бинби. Жеңа жалайдап келдиңби, сураксыз конуп жериме чуулган салып элиме, чыдай албай бежиңге, чыйрык сынып келиптир. Кең фергана жериме көтөрүлгөн кыргыздан, көрүнөрмүн көзүмө, эки болсо биримин, жүрүшүмө жан жетпес, жүк көтөрчү пилимин, бири болсо өзүмүн. Угуп билип тез келсин, ошо урматтай айткан сөзүм. Колун жип белендеп, окус манас келер деп, коркуп жүрүп элеңдеп, опузалап кеп сүйлөп, орунсуз сөздү көп сүйлөп, элчини жолго салыптыр, элүүшү кош жалып. Эрдемсинип тизелик, ошондо манастыңа издеп барыптыр. Бөксөдө конгон Жакыпка комасын айтып кобурап, тизелик баатыр баш болуп, Өңкөй баатыр шоодурап, Бай Жакыпка барыптыр, балдар атын алыптыр, учурашып бүгүлүп, улук киши буда деп, ошондо урмат кылып жүгүнүп. Конок кылып жаткырды, колунан келген дамыны коногашын тарттырды. Айылга душман келди деп, аркасынан манастын эң 6 киши чаптырды. Кайтамын деп ашыгып, кабарга келген тизелик, ат токунду түзөлүп. Азыр манас келер деп, агүнү да кайра жаткырдың. Бардым манас баатырга, 6 киши чапкылап, ала тооду жүрүптүр. Аңгийгин кубалап, тоонун изден пийгин, тозмолоп атып кийгин, кырга чыгып алыптыр, кыйкырып айгай салыптыр, тоо чыгып алышып, тозгун бери кийиктеп, дооштоп айгай салышып, анга кызып калыптыр, айгайды бийик салыптыр. Эң арыстан манас баатырга атасы Жакып жиберген 6 азамат барыптыр. Баатыр келди мында деп, байкап сөздү тыңда деп, ашыгып келдик мында деп, айткан сөздү тыңда деп, карабас болсо бир жолу казат кылып аттанып, кармаша жерге келсин деп, элчиси келдиң элге деп, элдиреп сүйлөп энтелеп, жүрүңүз деп эртелеп, айылга келдиң арачы, ал өкө буйруп ийиптир, ошондон алып келдип манастың. Аң ашыгып сүйлөп барыптыр, ага жоом бергенче, асты жакын курбудан, алдаганча чубаган, арышын керип чураган, курсактары жалкактап, мүйүздөрү калкактап, көк буу чыгып калыптыр. Булардын сөзүн аңдабай, бугуну көздөй ат коюп, будаңа камчы салыптыр. Ак келтенин түтүнүн асманды көздөп булатып, ак кула менен чуратып, тозмологон жолумдан 6 бугу сулатып, минтип кетип калыптыр. Бир артылмак бели бар,
ушу күндөң атағы Миңбугу деген жері бар. Арбыған екен киги, Анжиян Кашкар арасы, ошының ала толын бейгин. Андаң аты ара түс, аңға қызы ушул кез, азыркысың атағы, арпа деп айтат анық сөз. Арасында отусы көп, асқа бейік зосы көп, тарғапчы қайғусы көп, құрбысында құлжа бар, қайыптың барымында бар, бұдырында бұ бар, көрбегендің мұңы бар, дүйімжі қашпары бар, жабыр баяндағы бар, қылыш құйрық тайбасы. Қиындардың бары бар, қабылан менен шері бар, не түрлі сонымында бар. Ошоң азыркы жерен екен, Арыстан Манас батырдың аңгыш кылуу ер екен, о күн түштүгү жагынан алаганчык дер екен, аңга кысып алып тур, о корголдунун тоосунан, карыя бакай абасы, көмүрдөй кара кулжадан көбүн атып салып тур, акыр заман журтуна кара кулжаң атагы, ошо так ошондон калып тур. Марал менен бугатып, бір адамын чуулатып, аркар менен кулжатып, арсонуну мындатып, 40 нөкөрү кашында, Оён Манас батырдын 32 жашында, дөөлөт кушу башында, тура турсун агуулап, те таң шонуна кырката кашында. Эмиң аны таштап коюңар, ал өкө деген каным бар, кабарынан болуңар, тизели эки конуп тур, аңулаган Манастан кабар келбей коюп тур, келбеди сенин балаң деп, эгегимди сенден алам деп, кетти башы алакы, келбей койду Манас деп, кемиңдин айтып барам деп, соо албайсың өлөрсүң, сонунду шондо көрөрсүң. Ошо кызың катын болгондо, минтип кыңк этпестен көдөрсүң. Калкыңда болгону катын деп, катының болор отун деп, кагушондо саргайып, улутунуп отур деп, куругуң шиш болор, унуткусуз иш болор, туурдугуң ичмек кылынып, туташкан журтуң кырылып, өзүгүң болуп токулга, үшкөрүп карап олтурба, түндүгүң менен чай кайнап, жүрбөгүн шондо көз жайнап, темирден кылган очогуң, аттака болуу ошонуң. Тебеленип мончогуң, тепсенди де болбогун, баба тарыңа жайың жок, баш калкалар байың жок, ал өкөгө бүгүндө алышарга шайың жок, чамгарагың чагылып, чантунун баары чабылып, журттун баары сабылып, көрөлөгүң көрөрсүң, жакшылыкка жарашпай, жамандыкка көнөрсүң, эркиң менен иш кылган эн алтай жериң жок. Эн алыска жайылган калдайган казак элиң жогу. Ошо катылып коюуга канга сенин кайрат кылар эбиң жок. Ал өкө башаң аз эмес, азыркы какан журтунан аскериң жыйсаң аз келбес, алыңды кыйын билемин, айдаган малдан үмүтүз. Аманатжанның тилегин, алмалың болсо биздикиң, аман калса сүйүнгүн, ошо аманатжаның сиздики. Айтмакчы болуп калганы, карыясы Жакыпбай, кандай келген элчи деп, 9 ат токуп салганы, 50 желдет тизелик, 50-сүнөн түзөлүп, ал өкөгө барууга, айтып кабар салууга, аскери менен кол келип, айылын чаап алууга, кыргызын чаап таратып, Кытайдын көзүн каратып, барысын алып талатып, Моңголдун көзүн каратып, кыйындардын барысын кызматкер кылып алмака, батырлыкка кайтып мактанып, бара турсун тизелик. Тең ал өкө каңгаң аттанып, ошондо 500 000 аскер кол жийип, белүү атуу балбандан 500 балбан мол жийип, ордого дол согулуп, оёндун баары чогулуп, көз каткан мерген машиннан
көп жалтанар башынан, көңілге толу жақшыдан, айтуға дана чеченден, арбағы шыққан неченден, қарысын қойып жашынан, аяғын қойып башынан, қанал өкі қамданып, қылаған атқа сыйынып, жата тұрсын ал өкі, сыз аскер жиылып, бандулуыны қақтырып, баш көтерген барына, бат келдіп қавары чаптырып, ту желектен көп болып, тура тұрсын тоқтолып, манжурия қалмағы, мұның аты Балқыбек, марғалаңдың шарына, базар қылып барсам деп, базарға малын салып тұр, барын пұлдап алып тұр, бақылдаған көпшілік ошы манасты чабам деген сөз. Құлағына барып тұр. Пұлдап алып малыны, бұл сөздің ұғып барыны, айтар қиын екен деп, Анжияндың шарыны Балқыбек жолғы салып тұр, баяндап айтып көргенін Байжақыпқа барып тұр, есеп жеткіз ел көрдім, нешен түрлі ер көрдім, жайыс жеткіз жан көрдім, азыр қысым мазары ал өкі деген қан көрдім, қоныс жеткіз қол көрдім, қошынуымдай мол көрдім, қолың қойдай айдаған ал өкі деген зор көрдім, анашы үйдей күр салған, аш чуланса тоқтолбай ала тоны бір салған, бір салып тоны жоқ қылған, ташты сапсаң чоқ қылған, алаптың көрдім сонын, азыр көрдім таңырқап, аскерінен борумын, күрсілері өгіздей, күштілерін мен көрдім, ажыдар айбатту, түстілерді мен көрдім, аянбай шығып майданға, түсшілерді мен көрдім, өлтірмекі манасты, кекенгенді мен көрдім, өкмет қылып ұрғышқа, бекегенді мен көрдім, қызылдай қорқып қырғыздан, ошонды шекегенді мен көрдім. Ал өкі ұлуған екен, азырқыңандай елде жоқ, болот екен ағап қадарбаза, болғын екен о чоңпаша, қарап тұрсам қалаба, шығабы дейм қарғаша, аскерің арбым бұл екен, жетіп келет деп ойлайым, жеңетекке жармаша, қабарды барып кім берет, қаңғырап кеткен Манасқа, шабылып кетсе Қытайға, қалғанға болдық тамаша, кім берет барып қабарды, ошо киікке кеткен Манасқа. Шындың ал өкі, алып қойсың ал өкің аламға болдық тамаша. Ұрғындар ба амырды, ұшыны жердеп кім жазсақ, Құдай білет елі оғы, esen қан келіп аларды, ел бөлініп жерде жоқ, кем білер бір мындан, сен аман қаларды, ал өкі деген бұл екен, аскерің арбың құм екен, аялу қылбастан, азыр келіп чағалса, ошаң арманды дүйіне бұл екен. Көріп барған Балқыбек көбінің айттымындай кеп, Байжақып шонду кеп айтып, киің менен құрып қал, башы құры деп айтып, башы құрған бала деп, басып алса ал өкі, бар бұға дава деп, дұшмандар жатыр өч болып, өзіміз жүрсек көч болып, қоныс жоқ жүрсек қор болып, қорқытып келдің елшісі, ал өкі деген зор болып, 6 киши жібердім, алдағандай заман деп. Қамындың жедім сілердің, жанада киши шығардым, ошо саясына қонуппыз, жапырақты чынардың, Манастың башын жұтам деп, бадыша демей басылды, бадырек Қытай алы өкі, балама не үшін асылды, менсінген қапырды, берчілі Құдай ақыры, бүлдерге көчіп келуге, Манасына жетіп жүргендір, бір нәрсеген ақылы, мен барбасам болбоду, мерген болу ойноду, аттанбасам болбоду, ақыры бұл үш оңбоду, ушунун айтып Байжақып, улар боз менен бол қойып, улу туғы бет алып, барды жақып сол қойып, қырдың бары қиқырық, қила жол екен арасы, қиқырышып аңулап, қызығып жүрет баласы, жалама таштар жаңырып, баш бұғы деген бір жер бар, жаңыдан киік табылып, ой тоододу айғайлап, адамдар жүрет жабылып, балам бері тоқты деп, ошондо Байжақып барды сабылып. Ең астыңдан жайған тор шығып, ал өкі деген зор шығып, Алидағың атаңнан арылбаған шор шығып,
Елүүшің елчisi, елге келді ченчisi. Боқтолу деп жерімді, боқтор болсоң жерімді, болтурам деп еліңді, болтуру аскер алам деп, мойны жолу еріңді, ошо жердебе деп жеріңді. Бүгін чендебе деп елімді, жердер болсоң жерімді, сечен етіп салдат алам деп. Жекеге чыгар эріңді, ойым деп эки көзіңді, ойлоңун айткан сөзүмдү, кылууга жигит өзүңдү. Элчи келди кандан деп, не кылуучу ишиң бар, эртелеп балам камдан деп. Үшүп кеттим мен турдум үмүт үзүп жандан деп. Байжакып айтып салганы, бакай баштап угуп алап, марал менен бугайдап, бадалга келип калганы. Байкабай атам сөзү деп, манас жетип калганы. Кайтарып жооп бербеди, кандай сөзүң дебеди. Кара шакка бет алып, айдап бугум маралды. Бир жагын аскери аска жера жаралды. Аткылашып кийген адамдар андан тарады. Жоңоюл жондо турганда, ошо соңунан жакып барады. Баласы жүрөт баш болуп, бары кийик атууга калган экен маш болуп. Сана бар бир жумушту сандыргалуу Жакыпбай, сакалылды жаш болуп, Алтайга кетип акылы, ар нерсең ойлоп акыры, бар көлгө жетип көңүллү, көзүнүн жашы төгүлдү. Атасы жерде жүрсө да анжиян көргөн жер эмес, тыгылыш жерде жолдошу Турготтон болгон эл эмес. Бабасы жерде жүрсө да баякың ала көл эмес. Бастырып жүргөн бу тоосу, ошо башта көргөн төр эмес. Мунун баркын билип иш кылчу. Манжур тол эмес, бакырып Жакып токтотту. Манастын баары жолдошун. Ошондо Бакай менен Айнакул баары токтоп турду бул. Бакай кыргыл турганын Манас көзүн салыптыр. Бай Жакып кандай жүрөт деп байкап тура калыптыр. Баркырап төдү Бай Жакып баласын айгай салыптыр. Элүүгө жашым жеткенде, эсимден бала кеткенде, көп ойлоп көзүм жашталып, көр жагыма башталып, налып көзүм жашталып, ак кепиним жазданып, акыретке баштанып, туяксыз өтүп кеттим деп, өлөргө жакын жеттим деп. Түңүлгөндө көргөнүм дүйнөгө калар өрнөгүм, эриккенден эрмегим, эмгектүү жакын кургурга эген тала бергеним, карганда берген каралдым, артымда калар караным. Сүрдүккөндө сүйөнчүм, тай кылганда таянчым, азап салдың атаңа, бала салдың бабаңа, өңгөн жерден не көчтүң, өнөрүң барбы кылуучу, өчмөгүңдү барбы куруучу, өскөн жериң Алтайды, өрткө салдың далайды, баары душман элекен, баштан ушул анжыян, бабаң өскөн жер экен, Алтайда тууруп алышпай, ошоңан турган арбын элекен. Ушуң ары бериң аңдасам, Алтайда болсок эбекен. Калмакта болгон оғанғай бар, қараң қалған Түркістан, үргөнчүңө далай бар, елеп қалған ел көрдім, өз жөрүмме келтірбей, өкмөттүң ер көрдім, ал өкөң елчи салыптыр, өлүдөргө кошчусу, тизеликтеген башчысы, мен өлтүргөн эмесмин, чоң бабасын огойду, баса конуп жеримме, Бай Жакып деген бууру кыз, тапкан экен оңойду, келсе менин жеримме, кеңешип көрсүн элимме, өкмөттөн айрылып, өкүмбөс болсо турсун деп, улуктардан айрылып, урушпаса болсо турсун деп, мана салам ак үйлүү мага моюнсунсун деп. Элчисиң элүү келиптир, эмгек бизди көрүптүр, аскери жыйып мол кылып, 600 000 кол кылып, көмбөгөнгө көнөрү деп, көрбөгөндү көрөр деп, көп чыгар менден өнөрү деп, каяша кылган кыргызды казбай жерге көмөм деп, каңгыраган бугур кыз аргасыз жерден кеткен соң Алтайга кайра жөнөрү деп, алган экен оюна, аскер кумдай толуптур, анжыяндын боюна, аскери менен толсун деп,
анжияндын бою деп, алакандай буруттун абдан болор тою деп, ал өкө киши салыптыр. Оң азапкан атаң калыптыр. Балам, ошоң азыркышы кошо жүргөнүң, азыраак кыргызуу калыптыр. Айтканың өттүм мага деп, акыл кылгын балам деп, ал өкүң аман бар турса, Алтайга кайра барам деп, айтып турду Байжакып. Айтканың манас угуп тур, ашыкпай туруп жайма жай, сандыргалуу манастын сакалы саадак калындай, мууруту каршабындай, карданып караса, көзүндөгү ызгары, о көрүктүң оттун жалындай, кылая багып күлбөгөн, күлгөндүн сырын билбеген, күңгүрөнө сүйлөгөн, күч артылган дүйнөдөн, Жакыпка көзүн салганы, жалданып карады, сол бөйрөгү солк өтүп, оомунун оң бөйрөгү олк этип, анда батыр бир күлдү. Ошоңа ал муруту булк этип, кайда кондуң ата деп, кайраттанып айтты кеп, аңуулаган адамың алдартыңды тара деп, аяк башың жыйылып, ошоң азыр гана келгин мага деп. Ошондо 30 адыр башы бар, айлы коңгул ал жерге, Байжакып баштап барганы, барган жерден бул манас, баштагы пейил калганы, арыстандын түрү бар, ажыдардын сүрү бар, алдасына сыйынып, аяк башың адамы, 3 күн 3 6 күн, ошоң аскери келди жыйылып. Кырам манас падыша, ошоң арыстандардын барысын кайдатып алып шодурап, ал өкөсү кайда деп, адамдардан жол сурап, катылса канын төгөрүбүз, каталдык кылса көрөрүбүз, казабыз жетсе өлөрүбүз, ойротту узган көй батыр, улуусунун боюнда уюган аскер кол жатыр, ушуган уруш кылсак деп, умтулуп келет көй батыр, бакай манас койгойлоп, башка түрлүү оёйлоп, Кытайдын колу кыжылдап, кара калмак маңгулу, кара курттай быжылдап, аралап жолго салыптыр, айбатын көргөн капырлар, айран азыр калыптыр, күлүктүн белин кийилген, көк темир кийинген, бөөдө тулпар аттары, перизаттай заттары, атчабым жерге ок учкан, алмаш бараң атканы, асынып алган жаалары, аңдап көрсөң аларды, саадагы гана тайдын белинде, астындагы сай тулпар, ошо басканыңа сырттын желиндей. Көрүп тургун калмагы, көзүн бөлүк буга деп, көңүлү чоочуп калганы, байкап туруп маңгулу, башы жаман каңгыды, кыжылдаган Кытайы, кылымдан мурун көрбөптүр. Ошо кыйындыгы мындайды, манас барбы мында деп, албарс кылыч кында деп, арстаның жол борсу, манасыңар бу болсо, мунун жарашкан экен жолдошуң. Ошондо сейил кылып ал өкө чыккан экен багына, падышалык тагына, чатыры 80 куулган, жан жагынын баарында сандыруу салган чуулган, сары барпы таңшыган, таң күнү чымчык шаңшыган, булуу сайрап таңшыган, булагың агып ташыган, муң бар пенде жашыган, миң түрлүү гүлү гүлдөгөн, милтелүү булбул сүйлөгөн, кызыгың артып дүйнөдөн, тоту куш куйрук сүйрөгөн, азем тоту деген бар, адамдай тили сүйлөгөн, көлүндө бака чардаган, көргөн адам таң калган, көгүндө күкүк сайраган, бири-бирине окшошпой, миң түрлүү гүлү жайнаган, бирин койбой жийиптыр, бу дүйнөлө пайдадам, атагы жок, аты жок, андан бетер көп жатыр, адамга пайда майдадан, багыптыр жети кабылан, аземи күткөн айбанат, ал өкөңдөн табылган, бакма кылган шери бар, байкабай кирген пенденин, барса келбес жери бар, бир тайбастын өзүндө. Ошондо 90 эле жолборс күчү бар.
пашалыкка бактырган 11 кара пили бар, кылыч көйрөк баяз бар, кызыл аю саяз бар, маймылдар эктеген бар, жабыр баян бир жандар, билгеректи жеген бар, жол борсон үстөлдөгөн, ошолордун барысын бирин бири көрбөгөн, катын аю кетелик, карышкырдан жүз баккан, ажыбайың нетелик, илбир саю чөөсү бар, желмен айса төсү бар, мүйүзү бар, аты бар, бу дүнүйө жандан кулагы уккан барысын күткөн экен каркы бар, ок ауыз кылган көлү бар, ал көлүнүн ичинде түрлүү балык көгө бар, ал өкөнүн өзүндө арышты билген аяры бар, кабыз кылган көлүндө 60 кулач жаян бар, ажайыпка киргизген 600дөй кулам бар, ар түрдүү булбул үнүндө оң адам уккус куаннар, ажайыпка даласы айланасы чеп коргон, ал коргонго бакылган, ошондон ажыдар деген баласың. Төгүнчүнүн ким көрдү? Берген адам алды ушуну, ажыдар багыптыр, 400 кулач узунну, 7 таш жерден кишинни, көзү көрсө оп тартып, жеп бүтүрөт дишинни, кууп көргөн ушуну, бактырган экен ал өкө, ошо жалгыз канат кушуну. Куштун аты өгөрүк, казылык дейт кай бири, көрбөгөндүн барысын айта берип не керек, аркардан багып миң кылган, аз эмин андай ким кылган, кулжасын багып 100 кылган, ажайып коргон жеринин аяк башы көпчүлүк, ар ордуна түз кылган, маралды багып мал кылган, байкап көргөн кишинин акылы жолун дал кылган, төгүйүктөн 4-ü бар, 20 жылан карамар, жылас болгон ал өкө. Ошо салтанатын караңар. Муну адам айтып бергейсиз, ал өкөнүн сырын, акыл жетип оболжус, аңгеме кылган чырын, кайдан таап айтайын, муну кап кошулбай чынын, өлөң чөлөң айтышып, өкмөттүн ээлери буйругун угуп кайтышып, аз эми минтип артылып, бакка паша киргенде, баркыраган кернейден 600ü тартылып, кердейдин үнү бапылдап, сурдайдын үнү такылдап, аскери жатыры 100 миңдей, асабасы жалпылдап, найзанын учу жаркылдап, айбатын көргөн адамдын барар эмес жакындап, сыбызгы чоор кызылдап, жезнай үнү тызылдап, жезден кынып койдурган, пил терисин чойдурган, каптатып пилдин терисин, каккан болсо көчүрөт, тетиги маргалаңдын терисин. Будун өзүн узундугун 3 кулач, үн уксаң оолакач, жоондугун 3 кучак, доолбасың карап бак, казандай күрсүң алганы, кагарды чабат балбаны, эгерде чапса балбаны, жаман жуман тамдардын ошондо чыгуучу экен далдалың. Ал доолбаска кылса аманат тайбалуу жыгылган, ал түгүндүк жерлерге ашпай шашпай угулган, доолбасы соолуп, турготтойп чогулуп, ал өкөмөңгү Кытайы, Арыстан аскерлери деп күтүнгөн экен атайы, 600 миң аскери адамдарга сөз кылып, аркы терки жүрүп жүр, даңгыты 500 өгүздөй, 6-5-и арсылдап, ар тараптан үрүп жүр, салтанаттык чатырым, пашалык бакка куруп тур. Бош озер жакыны, ошондо кашында 400 туруп тур. Азыркысын аламга алдырбастай чагы бар, 6 жылдык иш билген, алтын аяры дагы бар, 6 миң киши тим баткан, саябандуу чатыры, аргымак бөөдү ат минип, 12 миң санааты, ордо багар баатырга олтурган экен ал өкө. Ушу жалган дүйнөгөн алдырбастай акыр, куя тартып тип барган, ошондо кыргыздын Манас батырың. Манасын жайын айталык, баштай түшүп кайталык, Себилдүүсү 84,
серіп салған жағы қызыл өрт, бешке белгі төрт бөліп, бет алған жағың өрттеніп, қаралау айрақ сырнайза, қарылыққа салғандай, ажыдар жыланы, артынан сойлап қалғандай, көсе құйрық көк бөрі, көкжал ердің жөкөрі, көтінен ерчіп алғандай, аспан жақы айбаты, алып қара құш арбайып, асманнан бұтын салғандай, қарабашыл ақ бура, оң қапталдан тұп-тура, қалжаң ұрып қачырып, қабақтан шыға қалғандай, қарш алдынан көрінді, қарачар жол бұрсы, қай берен 40 жылден, қанқырердің жолдошу, 40 жылден бүрөбі, ажыдар болып сойлошып, қабылан бірі шыр, қашында бар 84, бір еменге о тигенер, шілтендің бары құш болып, ал өкөні алчудай, асманнан бұтын салыптыр, шағарақ құйрық чартын. Чамынғаны сол бос, шаң көрсең сұр жол бұрс, 40 тілтен болған жобо жолдош, қырам манас батырға. Емі қылап ат айтқан жаның болсу. Ошондың аяр екен оңалы өкі, алыстан көзін салыптыр, айбатын көріп батырдың, айран азыр қалыптыр, астында бары 20-сы, Адис батыр жыласы, арыстан манас жолдошу, атқаны жаңасас жол борсу, ата тұрған баштанып, бетіне мылты қалыптыр, қаролғы көзін салыптыр, қанал өкі бет алып, қаптап кіріп барыптыр, арчағында 20-сы, ашкіре батыр жыласы, мұа келді сырнайза, манасын көзде сұндырып, добушы құлақ тұндырып, оң жағында 20-сы, ойротты бұзған жыласы, қылышын жалаң алыптыр, шаба тұрған баштанып, оң қолын көтеріп, чақчайышып қалыптыр, сол жағында 20-сы, жо өрісі жыласы, садағы бала беліндей, зардауы сырттың желіндей, арыстан манас барыптыр, айбатына чыдабай, ал өкөсінді зор паша. Ошо тағынан түшіп қалып тұр. Ошондо қомасын айтып оғол беріп, чатырға жақа жол беріп, баштап қалды батырды, батырға тікті чатырды, аярлық көзін салыптыр, айбатын көріп ала өкі, айран азыр қалыптыр, кірпігі жалың көзі жоқ, кешеде мұндай сонын жоқ, айтқан кебі атқан оқ, адамда мұндай порын жоқ, айбаты менен қараса, Азрейл түзі бар, кірпігіне қараса, албарыстың ұчу бар, бір өзінің башында, мен балбандың күчі бар, жол бұрспаңдай таш жүрек, жорыну қалың пил-билек, қарымұрынды қызыл көз, қиғаш-қашты зар сөз, айбаты сақал тек мұрыт, ашуланса қарына, тұрар емес ешбір жұрт. Жалжай жарға бақ, жаулуға ату көрінді, қашырғанын сойбыз, мұның қаруға ату көрінді, ақылы терең ашуғын. Ошының айтқан сөзсіз жұртқа ему, ошондың ал өкөгөрдің айбатын, ал қуатын қайратын, найза жанчып оғатып, алуучудан көрінбейд, қармашқаны со болып, қалуучудан көрінбейд, беттешкені мерт болып, кетүүчүден көрінбейд, талабына тартышқан, жетүүчүден көрінбейд, ал өкөнің ақылы, аңдап тұрып мүнезін, башынан кеттің ақыры, қатылбайын қол салып, қара жанға зор салып, баштабайын бұғырыр, балекетке жол салып, ажайыптуу шерлер бар, күнөөкөрдөн 1000-ин айдап кирип жиберсе, аш кайнамда жеген бар, барысының кыйыны, жабырбаян деген бар, көрөмүн деп окустан, көңүлдөнсө кокустан, баары келбес жолуна, баарын кийирип ийиптир, кабыландар жеген соң. О калган кыргыз малына, ошоң эркин менен кирейин, көнүнө мунун алыптыр. Ажайып қана о көрсем деп, көкжалері айтып салыптыр. Арыстан манас жөнөлді барса келбес жолына. Барысы басты 84, батырының соңына, біріне бірі жете албай, күркіріп жатқан көк жол бұрс, темірден салған дуалы, тежіктен киши көрінсе, сонды бірден қорғону, адамдың алып жесем деп, тербелтереле бұларды, темірден келіп қажашып, шығып ташқай кете албай, көрінген жанға жете албай, ұрынып жүріп тажашып, қалуучы екен тоқтолып, қараның көрсе кішінен, қашыршың екен оқтолып, панжара
жага жетчү экен, башым менен бир тийип кайра басып кетчү экен. Кабылам манас барыптыр, капкасын ачып алыптыр, бир жагында миң жаңы, болсо бири калбас деп көчөгө кирип салыптыр. Качты жолборс камкордон катылары болбоду, кармып алып кайбирөн ошо куйруктарын толгоду. Жолборстор турду жыйылып, башын ийип батырга ишарат кылып сыйынып. Жолборс түгүл тайбасы анык бүгүн ачылды, ошоңа эле көнүм пардасың. Жырткычтан обуру карабай 84 жүргөн кишини ак улук деген башчысы айванатка жем берип, ар качан бактып күчүүсү ашыгып турган арстандар ага салды тишини. Ак улукту талады, булуп кетип жолборстор алакандай калбады. Ал өкө карап сыртынан ошондун акылынан таңганың. Ажыдар бар көрсүн деп айгайды салды тышынан, ажыдар жутар бекен деп ошо үмүт кылды ошондон. Ошондо токтой манас барганы желкесинен кармады, сүйрөгөн бойдон чыгыптыр көчөдөгү адамдын аңа. Аштык кана тамында коркутуп барын тыгыптыр. Бошонгон соң ачуудан дүркүрөтүп ышкырды. Бакмадагы угуландар мардын ышкырыгынан бардан үркүп бышкырды. Падышалык чарбака ажыдар сойлоду, алыгы турган ала өкө арыстан манас батырды ошо не бу жан деп ойлоду. Ошондо айван жырткыч барысы залал кылбай койгону ким жараткан муну деп өлүм түшүп оюна ошондо өз жанынан тойгону. Ушуң ажыдар кетти жайына, аттуу үшү көрүңүз. Сойлоп кеткен сайына, сойлогон жери коо болду, барганы соктун тоо болду, тоого барып жоголду. Ошоң ажыдар сокту деп сога тагы шо болду.